Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге еврейлердің бала тәрбиелеу құпиясы жайлы айтқым келіп отыр. Атақты Альберт Эйнштейн, коммунистік идеологияны жаршысы болған Карл Маркс, адам санасын зерттеу арқылы психологияның жаңа теориясын жазған Зигмунд Фрейд және физиканың атасы Исаак Ньютон. Дүние жүзінің тарихын өзгерткен осы төрт мәртебелі адамда ортақ бір нәрсе бар. Олардың барлығы еврейлер. Олар қазіргі ғылымның, психологияның және әлеуметтанудың негізін қалады. Еврейлердің жетістігі тек осы адамдармен аяқталған жоқ. Еврей әлем халқының 0,25%-ын құрайды және Нобель сыйлығының егерлерінің шамамен 30%-ы еврей ұлтынан. Сонымен қатар еврейлер инновациялар мен жаңа технологиялар индустриясында әлемдегі ең ірі инвестор болып табылады. Олар қалайша әлемдегі ең басты кейіпкерге айналды? Мұның басты құпиясы адамның кім екенін және оны қандай адам болатынын шешетін білімде екен. Олай болса, еврейлердің бала тәрбиелеу құпиясы. Біріншіден, қандай да бір нәрсені үйрену балдан да тәтті екендігін балаларға сезіндіреді. Ол үшін балаларға оқудың қаншалықты қызықты және көңілді болатынын, білмеген нәрсенің сырын ашып білудің қаншалықты қызықты, тамаша әрі жағымды болатындығын алдымен түсіндіреді. Мұны түсіндіру үшін еврей балалары мектепте алғаш келген күннен бастап еврей алфавитінің 22 әрпіне араның балын жағып жаттатады екен. Тіпті кейбір мектептерде әріптерді тәтті торттармен орап жегізетін дәстүр де бар. Бұл білім берудің жасырын сыры, еврейлердің данышпан болуына әсер ететін құпиялардың бірі дейді. Екіншіден, білімді бергенде жаттау емес, өзі танып түсінуге үйретеді. Бір балық берсең, онымен сол күні күн көруге болады. Ал балық аулау өнерін үйретсең, өмір бойы жақсы өмір сүреді деген еврей ілімі бар. Балықтың мағынасы бұл білімді үйрететін сөз тіркесі. Бір нәрсені үйретерде оны жаттатып қою емес, оның түпкі мағынасын түсініп, толық игеруді, оны жасап үйренуді үйретеді. Басқаша айтқанда, оларға тура дұрыс жауапты айтудан гөрі, дұрыс жауапты өздері таба білетін өнерге үйретуге тырысады. Үшіншіден, қандай болса да басын істету арқылы жасап үйренуге баулиды. Еврейлердің қиын жағдайда сене алатын жалғыз нәрсесі білімі. Олардың жалғыз мүлкі мен байлығы тек білім болып саналады. Сондықтан еврей балалары ата-аналарының әрқашан басынды істет деген сөзін естіп өседі. Жасына миын жұмсатып өмір сүреді және оған еврей сияқты өмір сүріп жатырмын деп сенген. Сондықтан еврейлер балаларын басқалардан жақсы бала болдырып емес, олардан мүлде өзгеше бала болдырып тәрбиелейді. Еврей деген сөз қарсы бетте жалғыз тұру деген мағына береді деп көреді. Бұл мысалға қарағанда, өзін-өзі толық ашу қағидаты еврей педагогикасының құпияларының бірі болып табылады. Төртіншіден, сұрақ қоятын бала. Еврейлердің көптеген өнер табыстарында, жасампаздық және жетістіктерде ақыл ойдың көшбасшы болуының құпиясы. Олардың сонау 5000 жылдан бері әр нәрсеге қатысты көп сұрақтар қойып келе жатқандығына байланысты деп есептеледі. Сұрақ қою барысында жеке адамның тәуелсіз ақылы мен шығармашылық ақыл ой жүйесі дамиды. Сондықтан еврей аналар баласы мектептен келген кезде өте жақсы баға алдым ба, жақсы оқыдым ба дегеннен гөрі, сен ұстазына қандай жақсы сұрақ қоя білдің деп сұрайды. Сұрайтын және жауап беретін білім, еврейлердің білім алуының, еврей балаларының дамуы мен қалыптасуы, еврей балаларының артықшылығы, еврей білімінің құпиясы екен. Білуге кедергі болатын қабырға сұрақ қоймау, үнсіз болу деген еврей сөзі бар. Бесіншіден, ұйықтар алдында естіген ертегілер баланың қиялын байытады. Еврейлерде керемет қиялға ие атақты жазушылар көп болуы, олардың жас кезінде ойлау қабілетін дамытатын ертегілер мен мифтерді көп естіп өсуіне байланысты деп атайды. Ұйықтар алдындағы анасының айтып берген ертегілері баланың жүрегін жаулап алады
және олардың өзара болған әңгімелері бала өскен кезде де сенімге толы жылы қарым-қатынастарының өмір бойы терең сақталуына негіз болады. Қарыз беруден бас тартуға болады, бірақ кітап беруден бас тартпаңыз деген сөз бар. Еврей балалары да ертегі тыңдап өсумен қатар кішкентайынан көп оқиды. Олардың баласына кітапты жақсы көру және өз жұмысын жақсы орындауды үйрету тәсілі. Өздері үлгі болуында олар баласының сабақты жақсы оқу әдеті ата-анаға, үлкендерге еліктеуден басталады деп санайды. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.